Баршаңызға сәлем, сіздермен бірге Жанар Өрікбайқызы, менің қазақша каналыма қош келдіңіздер. Бүгін ішек-қарыннан кереметтей қуырдақ дайындайтын боламыз. Бұқтырма деп те жатамыз. Менімен бірге жасап көріңіздер. Ең алдымен ішек-қарынды жақсылап жуып тазалап аламыз. Жуып тазалап алғаннан кейін міндетті түрде қазанға қайнатып алуымыз керек. Қазанда піскенше дейін қайнатып алыңыздар. Ішек-қарын піскеннен соң оны ішек-қарынмен қоса бізге көкөністер қажет болады. Көкөністерді қабығын ашып, жуып, енді турайтын боламыз. Алдын ала қайнатылған осындай ішек-қарынды турап аламыз. Ішектерді жұқалап, дөңгелектеп, қарынды соломка қылып тураймыз. Ішек-қарынмен балғын ет болса қоссаңыздар, қуырдағыңыздың дәмі тіптен керемет болады. Менде ет болмаған соң қоспадым. Және өкпе, жүрек, бауыр болған болса, оны да ішек-қарынмен бірге бір қайнатып алып қоссаңыздар да болады. Құрметті көрермендер, каналға тіркелмеген болсаңыз, подписация батырмасын басып, тіркеліп алыңыздар. Болгар бұрышы болса, болгар бұрышын да турап қоссаңыздар болады. Оны қоспау міндетті емес, өз қалауларыңыз. Барлығын турап болдық. Енді алдын ала қызып тұрған қазанға кішкене сұйық май қосамыз. Майымыз қызғаннан кейін бірінші ішек-қарынды қуырып аламыз. Қатты отта асықпай 15 минуттай қуырып алатын боламыз. Неке әдемі болып қызарып қуырылғаннан кейін үстіне туралған пиязымызды қосып қуыратын боламыз. Пиязды шамамен 5-7 минуттай қуырамыз. Енді сәбізді қуырамыз. Сәбізді қуырған кезде тұз, бұрышын, дәмдеуіштерін салып жіберіңіздер. 2 дана лабыр жапырағын, қара бұрыш, тұз қосатын боламын. Сіздер қалаған дәмдеуіштеріңізді қоссаңыздар болады. Барлығын қосып, жақсылап араластырамыз. Сәбізді де 5-7 минуттай қуырып аламыз. Сәбізді қуырып болғаннан кейін картошкамызды саламыз. Картопты бір 2-3 минуттай қуырамын. Одан кейін кішкене су құйып, баяу отта 30 минуттай бұқтыратын боламыз. «30 минут өткеннен кейін қуырдағымыз дайын болып қалған кезде сарымсақ қосып, 10 минуттай тағы да бұқтырып аламыз. Неке қуырдағымыз дайын болды, дастарханға ұсынсаңыздар болады. Өте дәмді, керемет болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Ішек-қарын өздеріңіз білетіндей витаминге бай, пайдалы тағам. Сондықтан сіздер де жасап көріңіздер. Егер видео сіздерге пайдалы болып жатса, ұнаған болса, төменге өз пікірлеріңізді қалдырыңыздар. Және теп-тегін лайктарыңызды аямай басып, мені қолдап кетіңіздер. Және каналға тіркелуді ұмытпаңыздар. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар.